Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бізде бүгін Қазақстан тарихынан кезекті сабағымыз. Бүгін біз Тәуекел ханның ел билеуі мен оның інісі Есім ханның ел билеуін өтетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Біз бірінші қарастыратын хан бұл бізде Тәуекел хан, ел билеген уақыты оның 1583 және де 1598 жылдар аралығында. Біз өткен сабақта Хақназар ханнан кейін билікке 80 жастағы Шығай хан келеді. Ол хан туралы бізде Қадырғали Жалари бізде көптеген деректер келтіріп, оның басты дерегі бойынша Шығай ханның ұрпақтары көп болған екен. Сонымен қатар Шығай ханның ұрпақтары бізде қазақ хандығының тағында 2 ғасырдан астам уақыт бойы отырған екен. Шығай ханнан кейін оның баласы Тәуекел, одан кейін Есім, Есімнің баласы Жәңгір, Жәңгірдің баласы Тәуке деген секілді бізде Шығайдан кейін 2 ғасыр бойы тек қана Шығайдың ұрпақтары билік еткен екен. Ал ендеше Шығайдан кейін бізде 1583 жылы билікке Тәуекел хан келеді. Ол жалпы хан болмастан бұрында мынау Хақназар хан Баба Сұлтанмен соғыс жүрген кезде сол соғыстарға қатысып жүрген болатын, және де 1582 жылы уже хан тағына отыратын кезде Баба Сұлтанға қарсы шайқасты, оны жеңген болатын. Кейін хан болғаннан кейін Шайбани Абдаллахтың достық ниетінен күмәндана бастайды. Уже бізде мынау Баба Сұлтан жоқ болғаннан кейін, ол қайтыс болғаннан кейін, Баба Сұлтанды Тәуекел ұтқаннан кейін бізде Абдаллах пен Тәуекел арасындағы басты жау жойылды. Сондықтан да бізде уже Шайбанилық Абдаллах қазақтардың досы емес, қаһарлы жауына айналған болатын. Жалпы Тәуекел хандықтың қиын кезеңде келді билікке. Біріншіден сол жаңағы Шайбани Абдаллах күшті досының орнына қаһарлы жауына айналды. Сонымен қатар бізде қазақтар мен моғолдар және ойраттардың қатынастары шиеленісіп кеткен болатын. Сыртқы саясатына келетін болсақ, Тәуекелдің өзінің билік еткен кезеңдегі басты сыртқы саясаты бұл Сырдария бойында қалалар үшін күрес, Шайбанилық Абдаллахпен және де Сібір ханы көшіммен күрес болды. Енді осы күрестерден, екі жақты күрестен жеңу үшін ол көмек сұрайды. Кімдерден көмек сұрайды? Ресейден көмек сұрайды. Сөйтіп 1594 жылы Мәскеу мемлекетіне өзінің елшісін жібереді. Ол елшісін жіберіп, ол елшіліктің мақсаты біріншіден Оразмұхаммедті тұтқындықтан босату, Мәскеу мемлекетінен әскери одақ жасатып, орыс патшасынан от қаруды сұрау. Енді мына жерде әрбір пунктке жеке-жеке тоқтала кетейік. Оразмұхаммед дегеніміз, оқушылар, бұл Тәуекелдің ағасының ондан Сұлтан деген соның баласы, яғни Тәуекелге Оразмұхаммед немере інісі болып келеді. Оразмұхаммед 1587 жылы Сібірге барып, сол жақта аң аулаймын деп орыстарға ұсталып, сол жақта тұтқынға түсіп қалған болатын. Соны босатқысы келді. Тәуекел өзінің елшілігін жіберіп, сонымен қатар Мәскеу мемлекетімен одақтастық жасата отыра, Сібір хандығы мен өзбектердің мемлекеті Шайбанилық Абдаллахтың мемлекетін, яғни Бұхар хандығын құлатпақшы болады. И сонымен қатар орыстардан от қару, яғни мылтықты сұраған болады. Бірақ оған бізде орыс елшілері қазақтарға өзінің келісімін бермей, бізде осы Ресей Бұхар және Сібір хандығы мен қазақтарға өздерің соғысыңдар деп айтады екен. Кейін енді қазақтар, яғни Тәуекел бізде Ресейден көмекті ала алмағаннан кейін Иран шахтарынан көмек сұрай бастайды, бірақ бізде Иран шахы да бізге Тәуекелге өзінің келісімін бермеген екен. Енді сыр бойы аймақ үшін күресті тоқтала кететін болсақ, бізде айтып қой, жаңа Тәуекел ханның басты сыртқы саясаты осы сыр бойындағы қалаларды, сол жердегі билікті нығайту. Сол мақсатта 1597 және 98 жылдары Тәуекел Бұхар хандығына өзінің жорығын бастайды. Ол жорық нәтижесінде бұхаралықтарды ойсырата жеңіп, Тәуекел аз уақыттың ішінде Сайрам қаласын, Ташкент қаласын, Түркістан қаласын, Әндіжан қаласын және де Самарқан қаласын басып алады екен. Енді тек қана осы бұхаралықтардың астанасы болған Бұхара қаласы ғана қалды. Енді бірақ ол қала маңында шайқас болған кезде бұхаралықтар Тәуекелге айтарлықтай соққы бере алды, және де Тәуекел сол соғыста қатты жарақаттанып, өзінің әскерін ұтылып бара жатқанын көріп, кері шегінуге мәжбүр болады. Және де кері шегініп бара жатқан кезде өзінің жарақатының кесірінен 1598 жылы қайтыс болады екен. Кейін билікке бізде хан тағына Есім хан келеді. Тәуекелдің інісі тоже Шығайдың баласы. Ол билікке келгеннен кейін бұхаралықтармен соғыспай, олармен достық қарым-қатынас орнатуға ниеттеніп, олардың, яғни өзбек және қазақтардың келісімі бойынша Тәуекел хан басып алған Ташкент, Сайрам, Түркістан қалалары
бұл яғни Андижан қалалары тоже кіреді, қазақ хандығына қалатын болды. Ал басып алған Тәуекелдің Самарқан қаласын Есім хан бұхаралықтарға қайтадан қайтарып берді. Осылайша Бұхара және Самарқан қалалары бұл бұхаралардың билеуінде қала берді. Ал Тәуекел басып алған 97 және 98 жылдарға өзінің жорығы нәтижесінде басып алған Сайрам, Түркістан, Ташкент, Андижан қалалары бұл қазақ хандығының құрамына кіріп кетті. Жалпы Тәуекел ханның сыртқы белсенді саясаты мынандай тұрғыда сипатталады. Біріншіден, Сырдарияның орта ағысындағы қалаларды қазақ хандығының қол астына өткізген болатын. Бұған дейін бізде Ташкент қаласы, Сайрам қаласы бізде қазақ ханның құрамында болған жоқ. Олар осы кімнің құрамында болды? Баба Сұлтанның Ташкент билеушісі. Тәуекел Баба Сұлтан жеңгеннен кейін өзбек, яғни бұхаралықтар мен қазақтар арасында сол қалалар үшін күрес болды. Сол күрестің нәтижесінде Тәуекел Самарқан қаласына дейінгі барлық қалаларды жаулап алады. Бірақ Есім хан билікке келгеннен кейін Самарқан қаласын бұхаралықтарға беруге мәжбүр болады екен. Екінші, бұл орыс үкіметімен байланыстар орнатты. Жаңа айттық, 1594 жылы Мәскеу мемлекетіне елші жібереді. Бәрібір де бірақ елшілік сәтсіз болғанымен бізде орыс мемлекетімен Тәуекел өзінің байланысын орнатқан болатын. Үшінші, бұл қазақ хандығының ықпалы ноғайлар мен башқұрт елінің шекаралық аймақтарына тарады. Тәуекел хан билеткен тұста батыстағы ноғайлар мен башқұрттар осы Тәуекелдің оңтүстік өңірдегі үлкен Самарқан, Сайрам деген секілді басып алған естіп, Тәуекелдің жалпы мықты екенін көре бастайды. Төртінші, бізде Сібір ханның көшімнің иеліктері мен кейбір ру тайпалары осы Тәуекел ханның тұсында қазақ хандығына қосылған болатын, яғни солтүстік Қазақстан аймақтары. Мінекей қарасаңыздар, мынау бізде Ашық Жасыл мен Тәуекел ханның билік еткендегі оның территориясы. Қарасаңыздар, мінекей алдында бізде Хақназар ханның тұсында Сауран қаласына дейін ғана еді оның иелігі, оңтүстікте. Ал не істеді? Тәуекел хан бізде Түркістан қаласын басып алды, Сайрам қаласын басып алды, Ташкент және Андижан қалаларын басып алды. Одан кейін Самарқанды да басып алған еді, бірақ Самарқанды Есім хан қайтарып берді шайбанлықтарға. Сондықтан да Бұхара, Самарқан өзбектерде қалды, бұхаралықтарда. Ал мынау Түркістан, Сайрам, Ташкент, Андижан қалалары қазақ ықпалында қалды. Сонымен қатар мынау Хақназар хандығымен салыстыратын болсақ, Тәуекелдің солтүстігіндегі территориясы ұлғайған болатын. Өйткені Сібір хандығының кейбір иеліктері мінекей қарасаңыздар тоже қосылған болатын. Бірақ бір жағынан бізде мынау Хақназардың тұсында оның батысындағы және шығысындағы территориясы кең болды, ал Тәуекел керісінше солтүстік пен оңтүстіктегі өзінің территориясын кеңейткен болатын. Келесі біз қарастыратын хан бұл Есім хан. Есім хан 1598 жылы, яғни Тәуекел хан қайтыс болғаннан кейін билікке келеді. Тәуекел ханның інісі. Бұл ханда бізде осы Қазақстан тарихында хандардың ішінде өзінің есімін ойып қалдырған хандардың бірі екен. Жалпы оның сыртқы саясатына келетін болсақ, біз айттық қой жаңа, өзбектер мен қазақтар арасында достық қарым-қатынас орнады. Ол қарым-қатынас келісім бойынша бізде Самарқан қаласы өзбектері қайтарылып берілді. Сөйтіп Бұхара мен Самарқан бізде өзбектерде қалса, қалған қалалар, яғни Түркістан, Сайрам, Ташкент, Андижан қазақтарда қалды. Бірақ уақыт өте келе бізде бұхаралық билеушілер Абдаллахтың ұрпақтары оған келіспей жаңағы қалаларды Ташкент, Сайрам және Андижан қалаларын өзіне қайтарып алу мақсатында қазақтарға соғыс жариялайды. Сөйтіп бізде Есім ханның тұсында өте көп жылдарға, яғни 20 жылдан астам уақытқа созылған қазақ-өзбек соғыстары жүреді. 1603-1624 жылдар соғыстар болады, бірақ кейінгі жылдары 1621-24 жылы Есім ханның басшылығымен бірнеше шайқастарда ол жеңіске жетіп, бізде нәтижесінде бұхаралықтар толығымен талқандалып қалған болатын. Бірақ қазақ ханы жеңіске жеткенмен бізде Бұхара, Самарқан қалалар бәрібір де өзбек, шайбани ұрпақтарында қалып қала берді. Бірақ Есім ханның бұл жеңістің нәтижесінде оқушылар жаңа айтқан Ташкент, Андижан, Сайрам, Түркістан қалаларын Есім хан қазақ хандығының қалалары етіп толығымен бекіткен екен. Сөйтіп Есім хан бізде өзінің ордасын Түркістан қаласы етіп жариялайды, және де осыдан кейін де көп уақыт бойы, 2 ғасырдан астам бойы бізде осы Түркістан қаласы қазақ хандығының бас ордасы болып саналады екен. Сонымен қатар 17 ғасырдың басында қазақ хандары Есім хан бізде ойрат тайпаларымен бірнеше соғыстар жүргізіп, бірақ бірқатар шайқастарда ойраттар жеңіліп қалған болатын. Хандықтың ішкі саяси жағдайына келетін болсақ, сонымен қатар Есім хан басқа да Шыңғыс ханның ұрпағы Тұрсын ханмен соғысқан болатын. Жалпы Тұрсын хан тоже бізде
Есім хан секілді Шыңғыс ханның ұрпағы, және де ол Есім ханға қарағанда жасы 3 жасқа үлкен болды. Сөйтіп оның мақсаты Есім ханды биліктен түсіріп бүкіл қазақ ханның ханы болу болды. Кейін ол 1613 жылы өзін Ташкенттің билеушісі етіп жариялайды, яғни ұлы жүздің хан етіп, оған Есім өзінің келісімін береді. Өйткені Тұрсын ханмен соғысқысы келмейді, өйткені дегенмен де бәрібір де оның туысы ғой, екеуі де бір неден атадан туылып отыр. Бірақ енді жасын сыйлағандықтан Тұрсынның Есім келісіп, осы кезден бастап Есім ханның тұсында бізде қазақ хандарының арасында екі хан болған, билік еткен. Біреу Есім хан, жалпы қазақтың ханы, екіншісі Тұрсын хан. Ол оңтүстік өңірдің немесе Ташкенттің билеушісі, немесе ұлы жүздің ханы деп танимыз. Жалпы Тұрсын ханның негізгі халқы ол Қатаған деген ру болған. Кейін осы Қатаған руы да Тұрсын ханда Есім ханға бағынудан бас тартады екен. Тұрсын хан өзін хан етіп жариялап, ол оңтүстік аймақтың дербес билеушісіне айналады екен. Кейін 1627 жылы Есім хан ойраттармен соғысып, ойраттарды жеңіп, өзінің еліне оралып келе жатқанда, тура сол уақытта сонда Есім ханның жоқтығын пайдаланған Тұрсын хан Есім ханның ордасына, Түркістан қаласына басып кіріп, сол жақтағы Есім ханның отбасыларын тұтқынға алады екен. Соны естіген Есім хан қатты ашуланып, уже Тұрсын ханның ордасына бас салып, өзінің әскерімен кіре қояды Ташкент маңында. Сөйтіп бізде Ташкент маңында Есім хан мен Тұрсын хан соғысқа түседі. Бұл соғыстың нәтижесінде Тұрсын хан күйрете жеңіліп, кейін Есім хан Тұрсын ханды өлтіреді, және де Есім ханның жыны ашуланған соншалық бізде ол Қатаған деген тайпаның толығымен өмір сүруін тоқтатып жіберген екен. Барлық Қатаған руын барлығын өлім жазасына кесіп, бұл оқиға бізде Қатаған қырғыны деп тарихымызға еніп кеткен болатын. Тағы да Есім ханның ішкі саясатындағы басты оның жетістігі ол Қасым ханның ескі Қасқа жолы атты заңдар жинағын қайтадан жаңартып, жаңа заман талабына сай қылып өзгерткен болатын. Сөйтіп ол Есім ханның ескі жолы деп аталатын халық арасындағы заңдар жинағын ойлап шығарады. Есім ханның ескі жолының Қасым ханның Қасқа жолынан басты айырмашылығы, ол жақта негізі сол Қасым ханның Қасқа жолындағы 5 бөлімі болды. Соны негізі ретінде алып, жай ғана заман талабына сай етіп өзгерістер жүргізген болатын. Оның жасаған өзгерістері бастысы бұл Шыңғыс хан ұрпақтарының құқықтарын шектеп, тайпа мен ру көсемдерінің құқықтарын көтеру болған екен. Яғни Есім ханның тұсында бізде билердің, батырлардың, старшындардың, қазақтың әрбір руының көсемдерінің ықпалы Шыңғыс хан ұрпақтарымен бір дәрежеге түседі екен. Бұған дейін барлық артықшылықтар мен құқықтарын иеленгендер бұның барлығы Шыңғыс ханның ұрпақтары болса, Есім ханның жаңа заңдар жинағының арқасында бізде Шыңғыс хан ұрпағы емес басқа да тайпа ру билеушілері өзінің ықпалына ие болған екен. Сонымен қатар Есім хан бізде жылына бір рет құрылтай жасап отырды. Ол құрылтай бізде өзінің ортасы болған Түркістан қаласында жасалып отырды. Ол құрылтайға бізде сұлтандардан бөлек жаңағы біз айтқан билер, старшындар мен батырлар да қатысып отырды. Бұған дейін құрылтайда тек қана Шыңғыс хан ұрпақтары жиналып, сол жерде өздерін жиналысын мәселелерін қарастырса, Есім ханның тұсында ол уже билерді, старшындарды, ру тайпа басшыларын шақыртып, құрылтайға сұлтандардан басқа да ру өкілдері қатысқан болатын. Сонымен қатар Есім ханның тұсында ұлыстардың орнына жүздер құрылып, қазақ жері 300-ге бөлінеді. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүз бұл Қазақстан оңтүстік аймақтары, кіші жүз бұл батыс Қазақстан аймақтары, ал орта жүз бұл орталық, солтүстік, шығыс аймақтары. Жалпы енді Есім хан ру тайпаларының басшыларының құқықтарын көркейтіп, Шыңғыс хан ұрпақтарының артықшылықтарын азайтқанмен де бәрібір де Шыңғыс хан ұрпақтары, сұлтандар өздерінің артықшылықтарынан айырылмаған екен. Сөйтіп билер, старшындар, батырлар мен жалпы Шыңғыс хан ұрпақтары бір дәрежеде жүрген болатын. Ал 17 ғасырдан бастап осы Түркістан қаласы бізде тұрақты қазақ хандығының ордасына айналған болатын. Есім хан бізде 1628 жылы Түркістан қаласында қайтыс болып, сол жердегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген болатын. Жалпы бізде бұл хан басқа хандарға қарағанда бойы ұзын, алып денелі, батыр секілді болған екен. Сондықтан да оны халық арасында, сонымен қатар Жиенбет жырау өзінің әндерінде еңсегей бойлы ер есім деп айтып кеткен екен бұл хан туралы. Картаға қарайтын болса, оқушылар міне көк түспен бұл мына жерде Есім ханның билігі тұсындағы қазақ хандығы болса,
мынау Ташкент деген аймақ оқушылар. Ташкент, Сайрам қалалары, Түркістанға дейін бұл Тұрсын ханның иелігіндегі жерлер болды, иә. Түркістан бізде Есім ханның ордасы болса, Ташкент бұл Тұрсын ханның ордасы болды. Кейін 1627 жылы Есім хан ойраттармен соғысып келе жатқан кезде, қайтып бара жатқан кезде, Ташкентке шабуыл жасап Тұрсын осы Есімнің отбасыларын тұтқынға алады. Кейін бірақ оны ашуланған Есім Ташкентке кіріп, сол жерде Тұрсынмен соғысып, Тұрсынды өлтіріп, сонымен қатар Қатаған руында толығымен жазалаған болатын. Міне мына жерде кіші жүз территориясы батыс Қазақстан, орта жүз бізде орталық, солтүстік шығыс Қазақстан болса, ұлы жүз территориясы бұл бізде мінекей мына жер екен. Бүгінгі тақырыпты оқушылар Альберт Эйнштейннің керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Еңбек ешқашан зая кетпейді. Қанша қиын болса да, тырысуың ертеңгі табысыңның кепілі. Ал ендеше оқушылар, келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.